Баршаңызға сәлем достар. Дина және Сәулеш ханым, сіздерді құттықтаймыз. Біздің Instagram парақшамызға жазыңыздар. Ұзындығы 2,5 метр болатын көрпешені тігіп үйренеміз. Ол үшін ең алдымен барлық құрақ түрлерін дайындап аламыз. Қажетті құрақ түрлері: бірінші, ортасындағы 4 жақты оюды 7 штук, шетіндегі ши құрақ 14 штук, және оның шетіндегі тағы да құрақтарды тігу жолдарын келесі сабақта сіздермен бөлісетін боламын. Ендеше құрақ құрауды бастаймыз. Ең алдымен құрақтың үлгісін жасап, сол бойынша тігуді бастаймыз. Ши құрақ және 4 жақты қошқар мүйіздің құрақтары өткен сабақтарымызда бар. Біздің арнамыз сізге пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк басып, қолдауларыңызды сұраймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сабақты бірге үйреніп, қазақтың қолөнерінің дамуына өз үлесімізді қосайық.
тігетін боламыз. Жақсы көрілім болсын.